сәлеметсіңдер ме балалар? 61-ші сабақты талқылаймыз. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Сәулет кереметтері. Кейбір ғимараттар келушілерді ерекше сәулетімен тамсандырады. Қытайдағы ұлы Қытай қорғанына жыл сайын миллиондаған саяхатшылар келеді. Ал Үндістандағы Тадж-Махал сәулет өнері мен сұлулықтың сөз жетпес ғажап туындысы. Тадж-Махал мәрмәрінің түсі маусымнан маусымға дейін сағат сайын өзгеріп отырады деседі. Сұрақтардың көмегімен мәтінге жоспар құр. Сұрақтар: миллиондаған саяхатшылар келетін қорған қалай аталады? Үндістандағы бірінші сұраққа жоспар: миллиондаған саяхатшылар келетін ұлы Қытай қорғаны. Екінші: Үндістандағы ғажап туынды қалай аталады? Үндістандағы ғажап туынды Тадж-Махал. Тадж-Махалда ненің түсі өзгеріп тұрады? Тадж-Махалдағы мәрмәрдің түсінің өзгеруі. Жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын жаз. Бұл жерде берілген тірек сөздер: сәулет кереметтері, тамсандыру, ұлы Қытай қорғаны, миллиондаған халық, Тадж-Махал мәрмәрінің түсі, маусымнан маусымға дейін сағат сайын өзгеріп отыру сөздері. Енді осы сөздер арқылы мәтіннің мазмұнын жазып шығайық. Сәулет кереметтері адамды әрқашан тамсандырады. Солардың бірі жыл сайын миллиондаған халық келетін ұлы Қытай қорғаны. Ал Үндістандағы Тадж-Махал сәулет өнерінің ғажайып туындысы. Бұл әсем ғимараттың ерекше қасиетті. Оның мәрмәрінің түсі маусымнан маусымға дейін тіпті сағат сайын өзгеріп отырады, дейді. Сөздерден сөйлем құрап оқы. Оларды сөйлем мүшелеріне талда. Күн бұлттанды. Бұл жерде жалаң сөйлем, тек бастауыш пен баяндауыш. Күн бастауыш, бұлттанды баяндауыш. Ұшақ биікке көтерілді, жайылма сөйлем. Өйткені тұрлаусыз мүше бар. Ұшақ бастауыш, биікке пысықтауыш, яғни тұрлаусыз мүше осы. Көтерілді баяндауыш. Үшінші сөйлем: Динара сыныпқа кірді, жайылма сөйлем. Бұл жерде де тұрлаусыз мүше бар. Динара бастауыш, сыныпқа пысықтауыш, яғни тұрлаусыз мүше, кірді баяндауыш. Төртінші сөйлем: мұғалім қуанды. Бұл жерде жалаң сөйлем. Құраған жалаң жайылма сөйлемдеріңді тиісті пойыз вагондарына орналастыр. Бұл сөйлемдердің бір-бірінен айырмашылығы неде? Берілген жалаң сөйлем және жайылма сөйлемнің айырмашылығы: жалаң сөйлем бастауыш пен баяндауыштан тұрады, ал жайылма сөйлем бастауыш, тұрлаусыз мүше және баяндауыштан тұрады. Пойыз вагондарына орналастыратын болсақ, жалаң сөйлем пойызына: күн бұлттанды, мұғалім қуанды сөйлемдерін орналастырамыз. Екінші вагонға жайылма сөйлем пойызы: ұзаққа, биікке көтерілді. Яғни ұшақ биікке көтерілді. Динара сыныпқа кірді. Бұл жайылма сөйлемдер. Сондықтан екінші вагонға орналастырамыз. Жалаң және жайылма сөйлемнің айырмашылығы: жалаң сөйлем жаңа айтқанымдай тек бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Құрамы қысқа және қарапайым болады. Мысалы, күн бұлттанды. Күн бастауыш, бұлттанды баяндауыш. Ал жайылма сөйлемде тұрлаусыз мүшелері болады. Мысалы, пысықтауыш, толықтауыш, тағы басқасы. Мағынасы кеңірек, толығырақ болады. Мысалы, ұшақ биікке көтерілді. Ұшақ бастауыш, биікке пысықтауыш, көтерілді баяндауыш. Түсінікті болса, келесі тапсырманы орындайық. Сызбаны толықтыр. Сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысады. Олардың байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. Сызбаны толықтырып жазып шықтық. Бос орынға сөйлем мүшелері сөзін қояды екенбіз.
Төртінші жаттығу мәтіндегі көп нүктенің орнына тұрлаулы мүшелердің бірін қойып оқы. Мен бастауышпын. Сөйлемде менің мойныма ұшан теңіз жауапкершілік жүктеледі. Мен сөйлемдегі ойдың иесімін. Менсіз сөйлем басы жоқ серке тәрізді. Кім, не деп сұрай келген жан болса, мені көп қиналмай-ақ бірден тауып алады. Рас, кейде көзге түспей жасырынып та қаламын, бірақ ол менің күнәм емес. Мәтін Бердібек Соқпақбаевтың, авторы. Үшінші сөйлемді сызбамен алмастыр. Бұл жерде үшінші сөйлем мен сөйлемдегі ойдың иесімін. Мен бастауыш, иесімін баяндауыш, сөйлемдегі және ойдың сөздері толықтауыш және анықтауыш. Сондықтан бұл жерде жайылма сөйлем болып табылады. Тапсырма түсінікті болса, сау болыңдар балалар.